Жастар барда студент бар, студент барда куратор бар. Жас буынға бағыт-бағдар беруде, үлкен өмірге қалыптастыру жолында кураторлардың орны ерекше. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде оқытушы кураторларға арналған студент жастарды тәрбиелеуде ішкі нормативтік қызметті жүзеге асыру атты семинарға қатысқандар осылай дейді. Оқу орнында тек оқу үрдісіне ғана емес, осында дәріс тыңдаушы студент жастардың тәрбие жұмысына да маңыздылық берілген. Университеттегі ғылыми бірлестіктер мен үйірмелер, шығармашылық топтар, клубтар мен спорт секциялары және қоғамдық бірлестіктерге студенттердің белсенді қатыстырылуы да күн тәртібінен түскен емес. Жастардың бойында рухани адамгершілікті дамытып, азаматтық патриоттық кәсіби сананы қалыптастыруда кураторлар кешенді жұмыстарды атқарып келеді. 2019-2020 оқу жылында осы бағыттағы жұмыстарды одан әрі жаңғыртып жалғастыру үшін 210 куратор тағайындалған. Семинарда сөз алғандар бүгінгі студент, ертең жас мамандар үшін олардың өзін-өзі қалыптастыруына да баса мән беру керектігін айтты. Қазіргі күрделі кезеңде, күрделі жағдайда өздеріңіз білесіздер. Қай жағынан болмасын, жақсы бір тиісті деңгейде қамқор көрсетілмесе, көңіл бөлінбесе, үй-жайлары жастардың байқалмаса, оның негізінде сол келеңсіз жағдайларға әкелуі ықтимал. Сондықтан да осы бағыттағы сізден біздің жұмысымыз кешенді болу керек. Бірге біз осы бағытта жұмыстануымыз керек.